Сәлем достар, бүгін қаңтар ұбт-ға дайындықтың 5-ші бөлімі. Бүгін оқушылар мат сауаттылықтан есептер шығаратын боламыз. Қаңтар ұбт-ға бұл есептер әбден келіп қалуы мүмкін. Тура осы есеп келмеуі мүмкін, бірақ осыған ұқсас есеп келуі мүмкін. Сондықтан әр есепті мұқият тыңдап отырыңыздар, және де өздеріңіздің дәптерлеріңізге тоқтатып қойып жазып отырыңыздар. Және де осы каналға тіркеліңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар, күн ара шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін достарыңызға да тоже таратуды ұмытпаңыздар. Так, кеттік, ал бастайық есептен. Екі оқушы дейді, тапсырманы 4 сағаттың ішінде орындайды дейді. Ал осыны 4 оқушы қанша сағатта орындайды дейді. Оқушылар, бұл жерде нәтиже жоқ. Так, нәтиже жоқ болғандықтан бұл жерде тура пропорция болады. Яғни пропорцияның екі түрі бар. Тура пропорция және де кері пропорция. Бұл жерде тура пропорцияны қолданамыз. Так, оқушылар, сонда былай болады ғой. X-ті табу үшін, міне, 4x, міне, қараңыздар. Мынау мен мынаны көбейтеміз, мынау мен мынаны көбейтеміз да теңестіре саламыз. 4x тең 2 көбейтілген 4. Так, x тең, 8 4-ке бөле саламыз. 8-ді 4-ке бөлетін болсақ, 2 шығады. Сонда, жауабы 2-ге тең. Келесі оқушылар, 16-ның 4 дәреже өрнегінің мәнінің жартысын табыңыз дейді. Қараңыздар оқушылар, мысалы, кез келген санның жартысын табу үшін біз 2-ке бөлеміз. Очевидно, мысалы, 10-ның жартысын тап дейді бізге, допустим. 10-ны 2-ке бөлеміз, тең 5. 10-ның жартысы 5, очевидно. Сол сияқты 16-ның 4 дәрежесінің жартысын табу үшін не істейміз? 16-ның 4 дәрежесін просто 2-ке бөле саламыз. Сол кезде былай шығады оқушылар. 16 дейтін ол 2-ның 4 дәрежесі. Мынау 2-ның 4 дәрежесінің 4 дәрежесі. Бөлінген 2. Қараңыздар оқушылар, мынау 4 пен 4 көбейтіледі дәреженің қасиеті бойынша. Сонда 2-ның 16 дәрежесі бөлінген 2 болады. Дәреженің қасиеті бойынша бөлінген кезде, негіздері бірдей болған кезде дәрежелері азайтылады. Мынақта көрінбейтін бір бар деп елестетесіздер, 16-тан 1-ді азайтып тастайсыздар. 2-ның 16 азайту 1 дәрежесі. Сонда 2-ның 15 дәрежесі болады. Жауабы мінекей. Келесі. 2 санның қосындысы түбірасты 65-ке тең, ал айырмасы 7-ге тең. Осы 2 санның көбейтіндісін табыңыз деген. Қараңыздар оқушылар, бірінші санды біз x деп аламыз, ал екінші санды y деп аламыз. 2 санның қосындысы, яғни x пен y-дің қосындысы түбірасты 65-ке тең. Міне, түбірасты 65. Ал айырмасы, яғни x азайтылған y тең болады 7-ге. Айырмасы 7-ге, қосындысы түбірасты 65-ке тең. Енді оқушылар бүйтеміз. Екеуін қосып жібереміз ғой. X пен x-ті қоссақ 2x болады. Одан кейін минус y плюс y екеуі не істейді? Әрине жойылып кетеді. Сонда тең болады түбірасты 65 қосылған 7 шығады. Мынамен мынаны қоса саламыз. Енді оқушылар, мынақта x-ті табу үшін не істейміз? X-ті табу үшін түбірасты 65 қосылған 7-ні 2-ке бөле саламыз. 2 мынақа бөлу болып барады. Енді біз y-ті табамыз. Y-ті табу үшін не істеуіміз керек? Y-ті табу үшін бүйтеміз оқушылар, қараңыздар. Мына жердегі x-ның орнына ше, x-ның орнына мынаны апарып қоя саламыз. Сол кезде мынандай өрнек шығады. Түбірасты 65 плюс 7 бөлінген 2 қосу y тең болады түбірасты 65-ке. Мынау y-ті табу үшін есеміз оқушылар. Y-ті табу үшін мынаның барлығын оң жаққа минус қылып шығарамыз. Сол кезде ортақ бөлім 2-ден береміз. Сонда былай болады. 2 түбірасты 65 бөлінген 2 азайтылған полный оң жағына барады. Сол кезде түбірасты 65 плюс 7 бөлінген 2 болады. Мына жерде ортақ бөлім кеп тұр, y-ті таба саламыз. 2 түбірасты 65, 1 түбірасты 65. Сонда түбірасты 65-тің өзі шығады.
Так, мынау минус мынаның алдына әсер етеді. Яғни мынау жақшаға тұрғандықтан мынау алдына минус 7 болып барады. Так, минус 7 бөлінген 2. Енді бізге табу керек нені? 2 санның көбейтіндісін. Сонда x көбейтілген y-ті таба саламыз. Так, x көбейту y дегеніміз былай оқушылар. Түбір асты 65 плюс 7, түбір асты 65 плюс 7 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 65 минус 7 и бөлінген 2. Так, оқушылар қараңыздар. Мынаны есептеу үшін а квадрат минус b квадраттың формуласы бар. Мына жазып кетейін, барлықтарыңызға түсінікті болу үшін. Мысалы қараңыздар. А плюс b көбейтілген а минус b и бұл жерде а квадрат минус b квадратқа тең. А квадрат минус b квадратқа тең. Сонда қараңыздар оқушылар, мынау түбір асты 65 болып шығады. Азайтылған. Так, 7-нің квадраты 49. 49 и бөлінген 2. Так, 65-тен 49 азайтсақ 16. 16 и мынау астына 4 болады екен, кешірім сұраймын. Так, өйткені мынау 2 мен 2 көбейтіледі. Так, 16-ны 4-ке бөлеміз и тең болады 4-ке. Сонда жауабы бізде 4-ке тең. Так, келесі есеп. Бұл есепті оқушылар былай шығарамыз. Кестеде көрсетілген сандарға қай теңдеу сәйкес келеді деп тұр ғой, жауабымен шығара салыңыздар. Сол лучше болады. Мысалы қараңыздар, x-ке минус 1 берген кезде y 7 шығу керек. X-ке 0 берген кезде y 5 шығу керек. X-ке 1 берген кезде y 3 шығу керек. Тек қана 2 точкамен тексерсеңіздер жеткілікті. Так, минус 1 берсек неха? Неха минус 1 берсек? Минус 1 минус 2. Так, плюс 2, 2-ден 5 азайтсақ минус 3. Значит, мына жауап болмайды. Так, келесі x-ның орнына минус 1 береміз. Так, минус 1 берсек минус 5 и минус 2 и бұл да жауабы болмайды. Так, мынаны тексеріп көрейік. Минус 1 берсек 5 қосу 5 тең 10 болып кетеді. И бұл да болмайды. Сонда жауабы міне. Яғни минус 1 берсек 7 шығады, 0 берсек 5 шығады, 1 берсек 3 шығады. Барлығы четко келіп тұр. Так, келесі мынау есептер қайталанған. Енді оқушылар қараңыздар. Мынау қызық есеп и күрделі есеп. Так, Айбарша дейді, бірінші кітабын 3 айда бітіреді. Ал екінші кітабын 4 айда. И үшінші кітабын 5 айда. Егер Айбарша бірінші кітабын қаңтар айынан бастаған болса, так, 10-шы кітабын қай айда оқып бітірді дейді. Қараңыздар оқушылар, бұл андай емес. Мысалы, 10-шы кітабы дейтін сөз, ол 12 айда бітіреді деген сияқты сіздерде логика қалыптасуы мүмкін. Қаңтар айынан бастаса, значит, қаңтар айында бітеді. 12 ай бүйтіп айналып келеді деп. Жоқ, бұл есеп былай қараңыздар оқушылар. Бірінші кітап 3 айда. Міне бірінші кітап 3 айда бітірді. Қосылған екінші кітапты одан кейін 4 айда бітіреді. Яғни, так, қаңтар, ақпан, наурыз 3 айда бітірді ғой. Одан кейінгі 4 айда тағы бір кітап. Одан кейін 5 айда тағы бір кітап. Сөйтіп әр кітап оқыған сайын жалқаулық ұстай береді ғой бұл қыздың. Так, екінші кітабын 4 айда қосылған. Так, үшінші кітабын 5 айда. И осылай кете береді. Так, 6 айда келесі 7 айда, келесі 8 айда, келесі 9 айда, келесі 10 айда, келесі 11 айда и келесі 12 айда. Так, мынау 10-шы кітабы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынау 10-шы кітабын 12 айда. Так, барлығының айларының қосындысын тауып шығамыз. Так, мына жерде оқушылар ең күшті формула бар. Формула дегенде формула емес ол. 3-ті, 12-ке қосасыздар. 3-ті 12-ке қоссаңыздар 15 шығады. Келесі, так, 4-ті 11-ге қосасыздар. 4-ті 11-ге қосамыз. Ода да 15 шығады. Одан кейін 5-ті 10-ға қоссаңыздар. Тағы 15 шығады. И сөйтіп 15 шығара береміз. Сол кезде 15-тердің саны 5 болады. Міне, 1, 11 мен 4 2, 5 пен 10 3, 6 мен 9 4, 7 мен 8 5. Сонда 75 ай болады. Сонда 10 кітапты 75 айда бітіреді. Қараңыздар оқушылар, 10 кітапты 75 айда бітіретін болса, ол былай ғой қараңыздар. Қаңтар, ақпан, наурыз, солай желтоқсанға дейін. Яғни қаңтар айы бізде бірінші ай.
қаңтар айы бізде 1-ші ай. Ал желтоқсан айы бізде 12-ші ай. Так, желтоқсан айы 12-ші ай, и әр 12 ай сайын 1 жыл бітіп отырады. 12 айда 1 жыл, 12 айда 1 жыл, 12 айда 1 жыл. Сөйтіп, мынау 75 айды біз 12-ге бөліп тастаймыз. Өйткені 1 жылда 12 ай бар, и қайталанып отыра береді ғой циклменше. И тең 6 шығады. Так, 6 шығады, и 3 қалдық шығады. Так, қараңыздар оқушылар, 6-ны 12-ге бөлсек 72 ғой. И 72-ге так қанша қоссақ 75, әрине 3. Сонда қалдығы 3 болады. Енді қараңыздар, ол желтоқсан айында, 6 рет айналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жыл өтеді ғой. И ол желтоқсан айынан тоқтайды. Енді 3 ай өткізу керек. Яғни 3 қалдық деген сөз ол 3 ай. Так, желтоқсаннан кейін қаңтар, одан кейін ақпан, и одан кейін наурыз. Сонда ол 10-ші кітабын наурыз айында бітіреді екен. Так, оқушылар, осы жерден тоқтатып, полный қайталап, андай түсінбеген жерлеріңізді қайталап көріп алыңыздар. Және де комментарийге жазып кетіңіздер. Ағай, осы есеп қалай, түсінбей қалдым осы жеріне деген сияқты комментарийге жазып кетіңіздер. Или түсінікті болатса, бәрі четко, күшті, түсінікті деп тоже комментарийге қалдырыңыздар. Так, келесі. Так, сыныптағы 8 оқушының арасынан 2 оқушыға жазғы лагерь шетелге жолдаманы қанша тәсілмен бөліп беруге болады дейді. Қараңыздар оқушылар, бұл жерде терумен шығарасыздар. С терудің формасы М-нен N теру. Бұл жерде М үлкені, N кішкентайы. Яғни М нәрсенің ішінен N, яғни М-нің ішінен N нәрсені теріп алуға. Бұл М факториал, яғни бұл формула теру деп аталады естеріңізде сақтап алыңыздар. Так, N факториал M минус N факториал. Так, бұл теру деп қойын. Қараңыздар оқушылар, С бізде 8 оқушы. 8 оқушының арасынан 2 оқушыны теріп алу керек. Сонда 8-дің факториалы бөлінген, так, 2-ның факториалы, и 8 минус 2-ның факториалы. 8 минус 2-ның факториалы. Қараңыздар оқушылар, біз 8 факториалды былай жазамыз. Так, 6-ның факториалы көбейтілген 7 көбейту 8. Ол бізде 8 факториалға тең. 6 факториал дейтін 1-ден бастап 6-ға дейін, и 7, 8. Ал келесі, мынау 2-ның факториалы 2-ге тең, ал мынау 6 факториалға тең. Так, мынау мен мынаны қысқартамыз, и сол кезде 7 көбейту 8 бөлу 2 қалады. Так, бұл жерден 2 мен 8-ді қысқартамыз. 4 жердегі 7, 28 болады. Сонда 28 тәсілмен таңдауға болады екен. Так, келесі есеп оқушылар. Так, бұл есепте былай. 999-ның 998 дәрежесі, 777-ның 777 дәрежесі өрнегі қандай цифрмен аяқталатын табыңыз деген. Ол үшін бетеміз оқушылар. Так, соңғы цифрын ғана қалдырамыз. Яғни алдыңғы қандай неше сан тұрса да, миллион сан тұрсын, 1000 сан тұрсын, бүкілін сызып тастаймыз. Тек қана соңғы сан тұру керек. Яғни 7, 9. Енді қараңыздар оқушылар, 9-ның 998 дәрежесі алдындағысында бізге маңызды емес. 7-ның 777 дәрежесін тауып аламыз. Так, қараңыздар, нақты бір қызық көрсетейін сіздерге. Так, 9-ның 1 дәрежесі. 9-ның 1 дәрежесі 9-ға тең. Ал 9-ның 2 дәрежесі 81-ге тең. 9-ның 3 дәрежесі 729-ға тең. И бұл жерде заңдылық болады. 9-1, 9-1. Яғни бұл 9-ның дәрежелері 9-1, 9-1 болып кете береді. Так, мынау 1 дейтін тақсан. Яғни тақ дәрежесінде ол 9-бен аяқталып тұр. Ал жұп дәрежесінде, міне, дәрежесі жұп қой, 2 жұп қой, 1-мен аяқталып тұр. Так, 998 дейтін жұп. Жұп дәрежесінде, значит, ол 1-мен аяқталады. И алдында 21, 11, 31 деген сияқты сандар бар, Яқта мысалы 11 дей салайық. Маңызды емес ол қатты. Так, азайтылған, енді 7-ның дәрежесін тауып алайық. Так, 7-ның дәрежесін біз көк арқылы белгілейік. Так, 7-ның 1 дәрежесі 7-ге тең, ал 7-ның 2 дәрежесі 49-ға тең. 7-ның 3 дәрежесі, так, бір нәрсе 3-ге тең, и 7-ның 4 дәрежесі 1 нәрсе 1-ге тең. Соңғы цифрлар ғана керек.
и 7-нің 5 дәрежесі. Так, 7-нің 5 дәрежесі бір нәрсе 7-ге тең. И получается бұл жерде қараңыздар оқушылар, калькулятормен тексеріп көрсеңіздер болады өздеріңіз. Так, 3 дәрежесін и 4 дәрежесін. Так, 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Яғни заңдылық пайда болады. 7, 9, 3, 1 болып кете береді. Сонда, так, бізге енді периоды 4-ке тең ғой, яғни 4 сан сайын қайталанып отырады ғой бұл, и получается дәрежесі міне 777 ғой. 777-ні біз 4-ке бөле саламыз. Так, 777-ні 4-ке бөлетін болсақ, так, неше шығады? Қазір мен калькуляторды алып есептейін. Құрметті оқушылар, бұл жерде 194 шығады екен. Яғни 194 и 1 қалдық. Так, енді оқушылар, 1 қалдық деген сөз, ол 1 дәрежесіндегі мен аяқталады деген сөз ғой. Яғни осыны естен шығармаңыздар. Так, 1 қалдық қалса 1 дәрежесін қарастырамыз. 2 қалдық қалса 2 дәрежесін қарастырамыз. 3 қалдық қалса 3 дәрежесін қарастырамыз. Егер де қалдық қалмаса, 0 қалдық қалатын болса, міне 4 дәрежесін қарастырамыз. Бізде 1 қалдық қалып тұр ғой, и получается бұл 7-мен аяқталады. Яқа 7 деп жазамыз. Енді оқушылар қараңыздар. 11-ден 7-ні азайтсақ 4. Значит, бұл 4-пен аяқталады деген сөз. Келесі, мынау қызық есеп. Өте қызық есеп. Так, автобус бірінші күні жалпы жолдың 3-тен 1 бөлігін, екінші күні қалған жолдың 4-тен 3 бөлігін, ал үшінші күні қалған 17 километр жолды жүрді дейді. Автобус жалпы 3 күнде қанша километр жол жүрді дейді. Қараңыздар оқушылар, жалпы жол бізде бетеміз. Жалпы жолды x деп аламыз. И x-тің 3-тен 1 бөлігін жүріп өтеді. 3-тен 1 бөлігін жүріп өтеді, мынау бірінші күні. Ал екінші күні қалған жолдың 4-тен 3 бөлігі. Так, 3-тен 2 ғой, так, қараңыз. 3-тен 1 бөлігі ғой, міне 3-тен 1 бөлігін бірінші күні жүрсе, 3-тен 2 бөлігін қалған екінші күні жүреді. Значит, x-тің қалған жолы дейтін сөз 3-тен 2 бөлігі. 3-тен 2 бөлігінің 4-тен 3 бөлігін жүрді дейді. Яғни, мына жерде 3-тен 2 бөлігінің 4-тен 3 бөлігін жүрді. Келесі, үшінші күні қалған 17 километр дейді. Қараңыздар оқушылар, мына жерде x көбейту 3-тен 2-ні жазып аламыз. Қалған жол деген сөз, ол міне қараңыздар, 4-тен 3-тен қалған деген сөз ғой. Міне 4-тен 3-тен не қалады? 4-тен 1 қалады. Яғни, пицца ғой, мысалы пиццаның 4-тен 3 бөлігін жеп қойды, допустим. Қанша қалды? 4-тен 1 бөлігі қалды. Сонда, мына жерде 4-тен 1 бөлігінің, яғни қалған деп тұр, надан қалған бөлігі ғой үшін. 4-тен 1 бөлігінің 17 километр деп тұр ғой. Яғни, мынаның бәрі 17 километрге тең. Сонда оқушылар қараңыздар. Мына жерде x көбейту, 4-пен 3-ті көбейтеміз 12, и төбесі 2 болады. 2 мен 12 қысқаратта 6-тан 1 болады. Тең 17-ге. Так, 6-ны аяққа көбейту болып барады. Сол кезде x тең болады. 6 көбейту 17, так, нешеге тең? 102-ге тең. Сонда, бастапқыда x дейтін барлық жол деп алдық қой, сонда автобус жалпы 3 күнде x жол жүру керек. Яғни 102 километр жол жүру керек. Так, келесі, анасы мен баласының жастарының қатынасы 13-те 1-ге тең. Егер келесі жылы анасы баласынан 10 есе үлкен болатын болса, қазір неше жасқа үлкен дейді. Қараңыздар оқушылар. Так, анасы мен баласының жастары. Яғни, баласының жасын x деп аламыз. Міне b баласы. Ал анасының жасы 13x болады. Потому что ол 13 есе үлкен. Есе үлкен десе көбейтеміз. Ал келесі жылы анасы баласынан 10 есе үлкен. Так, келесі жылы дейтін сөз, ол 1 жыл қосылды ғой. Плюс 1 жыл. Яғни, екеуі де 1 жасқа өседі. Так, баласы x-те еді, ол x плюс 1-де болады. Ал анасы 13x-те еді, ол 13x плюс 1-де болады. Так, 1 жас қосылды екеуіне, и сол кезде 10 есе үлкен болды. Яғни, баласын 10 есе үлкен десе көбейтеміз. Баласын 10-ға көбейтсек, анасының жасы шығады. Сонда осы теңдеуді шығара саламыз. Так, қараңыздар. Мына жерде 10x қосылған 10 тең болады 13x қосылған 1.
Так, xтердің оң жағына и сандарды сол жағына жинақтаймыз. И сол кезде 3x тең болады 9-ға. X тең болады 3-ке. Сонда баласының жасы 3-ке тең, ал анасының жасы 13 көбейту 3, яғни x-тің орнына 3 қоя саламыз, 39-ға тең. 39-дан баласының жасы 3 жаста алып тастаймыз, 36 жаста. Так, сонда екеуінің айырмашылығы 36 жас. Енді оқушылар тексеріп көрейік. Мысалы, баласы 3-те дедік, анасы 39-да дедік. Бір жылдан кейін баласы 4-ке толады, ал анасы 40-қа толады. 10 есе үлкен ғой, по факту бәрі кеп тұр ғой, значит есеп дұрыс. Так, құрметті оқушылар, бүгінгі мат сауаттылықтан нұсқа талдауымыз аяқталды. Осыны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Давайте каналға 500 подписчик жинап тастайық. Үлкен сіздердің көмектеріңіз болсын. Жан-жаққа таратып, историяға салып, инстаграмда белгілеп, и 500 подписчикке дейін жинап тастайық. Ал көріскенше жақсы, сау болыңыздар.